Қайырлы күн, құрметті біздің тыңдармандар, көрушілер және жазушылар. Біздің Тамырлас подкастымызға тағы да қош келдіңіздер. Күзгі маусымды бастаймыз бүгін. Жазғы уақытта бізде шамалы үзіліс болды. Сіздер де жақсы демалып қайттыңыздар деп ойлаймыз. Осы маусымды бастауға рұқсат етіңіздер. Өте қуаныштымыз сіздермен бірге болғанымызға. Бүгінгі біздің подкаст қонағымыз қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің тарапында этносаралық қатынастарды дамыту комитетінің төрағасы Шойкин Ғалым Нұрмағамбетұлы келіп отыр. Көп рахмет сізге, Ғалым Нұрмағамбетұлы. Енді сіздің жұмыс жалпы өмір жолыңыз бір жағынан ғылыммен байланысты, бір жағынан мемлекеттік қызметпен байланысты. Осы екі жақты қалай алып жүрсіз деген сұрақ бар әрине бізде. Және де енді басынан бастайық. Осы өзіңіз туралы айтып өтсеңіз, біздің дәстүрлі сұрағымыз қонаққа қоятын. Және де осы саясаттану мамандығын не үшін таңдадыңыз? Не нәрсемен қызықты болды сізге? Енді мен өзім осы Ақмола өңірінің тумасымын. Бала кезімізден осы үйдегі ата әжемізден тәрбие алдық. Сол кезде біздің өзімнің есімде атамыз әрқашанда осы жергілікті облыстық газеттерді оқитын. Сол кезден мен де сол газетті қарап оқып өстік. Мектепте оқып жүргенде де осы әртүрлі сабақтарды өткізгенде де мен өзімнің осы газетте оқыған алған ақпаратты тарататын мектепте, сыныпта өзім осыны арнайы бір сабақ өткізген болатын кезінде. Сол кезден бері енді біз осы 90-шы жылдардың басында мектепті бітірдік. Сол кезде біздің еліміз тәуелсіздікке қол жеткізді. Сол кезден енді осы саяси әртүрлі көптеген осындай өзгерістер болып жатты елде. Барлығына да біз қызығатынбыз. Сондықтан сол бала кезімізден саясаттанушы болуға армандаған болатын. Сондықтан осы 90-шы жылдардың ортасында біздің астанамызда сол кезде Ақмола қаласы, сол кезде біздің саясаттану мамандығы бірінші рет ашылған болады. Сол бірінші топқа өзім таңдап, арнайы дайындалып, сол Евразия ұлттық университетте түскен болатын. Саясаттану тобы ашылды сол кезде. Бұл енді тәуелсіздіктің бірінші жылдары ғой, сондықтан өте қызықты болды оқу да. Біз сол кездегі мынау әртүрлі саяси процестерге қатыстық. Сайлау кезінде волонтер болдық. Әртүрлі осы президенттермен кездесулерге қатыстық. Кезінде біздің әртүрлі осы шетелден көптеген біздің университетке әртүрлі президенттер келетін. Сабақ өткізіп, дәріс оқып, сол кезде әрқайсысына қатысып, сол жерде сұрақ қоюға да мүмкіншілік болды. Содан бері осы саясаттануға кіріп, араласып кеттік. Одан кейін енді 24 жыл болды осы мемлекеттік қызметте. Ғылыммен бірге. Ширек ғасыр деп айтуға болады 24 жыл. Енді 2000 жылдан бастап осы. Оның ішінде енді әрине мемлекеттік қызметте міндетті мен өзімнің байымша азаматтар міндетті өздерінің біліктілігін арттыру керек. Әрқашанда бір жерде тоқтап қалмай. Сондықтан сол кезде мен президент жанындағы академияға түстік. Сол кезде оқып жүргенде аспирантураға да бітірдік. Бірге осы біздің ғылым академиясының жанында аспирантураны оқып 2004 жылы бітіріп, сол жерде университетті де, біздің осы аспирантурада бітірдік, диссертацияны қорғадық сол жылы. Сол жылы біздің президент жанындағы академияны да бітірдім. Осы 1-2 жылдың ішінде ғылымды кішкене дамыттық. Одан кейін қайтадан мемлекеттік қызметке кіргенде жаңа деңгейде президент әкімшілігіне қызмет етуге кірістік. Өте жақсы. Шынымен де өте қызықты. Жаңа мамандық болғандықтан әрине ол өте қызықты болатын. Бас кезінде, қазір де жастар көп барып жатыр саясаттануға дегенмен. Әрине сіздің өміріңіз де, жаңағы еңбегіңіз де, ғылыми еңбегіңіз де
бір-біріне сай болып шықты осы жерден, иә. Түйіскен жер осы болды, мемлекеттік қызметке келдіңіз, мемлекеттік қызметте талай жыл қызмет атқарып жатсыз. Енді осыдан өзіңізге қандай бір нәтиже шығарасыз? Мамандық таңдаған кезде, өзінің жолын таңдаған кезде не нәрсе маңызды? Меніңше, өзіңнің жаңа бір кәсіби тұрғыдан шешім қабылдағанда міндетті түрде осы сол кәсіп саған ұнау қажет. Меніңше, менің енді өзімнің тәжірибем, мен бұл мамандыққа дайындалдым. Мен оны алғаннан кейін, оны әрі қарай дамыта келе, өзімнің осы мынау қызметім тек қана бір мемлекетке қызметте ғана емес, ол маған бір жақсы бір мотивация болды. Осы мемлекеттік саясатқа өз үлесімді қосамын деп сондай мақсат қойдым. Және бұл жұмыс маған өте қызықты болды. Бүгін де қызықты. Мен осы жұмыстан өзім бір жағынан ләззат аламын деп айта аламын. Керемет. Иә, бұл жаңағы біздің президенттің айтқан еңбек, адал еңбек, еңбек адамы деген тұжырымдамаға өте сай келетін сияқты. Өйткені шынымен де адам өз еңбегін сүйіп, күнделікті соған барып, қызмет етсе, оның нәтижесі әлде қайда басқаша болатын сияқты. Онда жұмысыңызға ауыссақ, сіз енді қазіргі басқарып отқан сала, әрине ол ең сондай көп талқыланатын, ол енді Қазақстанның ерекшелігі сонда, дегенмен қазіргі таңда осы мемлекеттік саясат қалай жүріп жатыр, негізгі басымдылықтары не нәрседе, оны біз қалай анықтап отырмыз, осыған кішкене мән берсек? Иә, біздің этносаралық қатынастар саласы қазір енді ол біздің ішкі саясат саласындағы ең басты бағыты деп мен білемін. Жалпы біздің осы саладағы саясат енді бірнеше тетігі бар осы саясаттың. Бірінші, осы бейбітшілік пен келісімді сақтау. Ол енді бірінші мақсат, оған барлық мемлекеттік органдар қызмет етуде. Екінші, бұл мәселе қазіргі деңгейде, әсіресе қазіргі уақытта ерекше бір мәні бар, ұлт бірлігін қамтамасыз ету. Ол енді осы саясаттың жаңа деңгейі. Ол тек қана бірлік пен келісімді сақтау ғана емес, ол енді біздің ішкі бірлікті нығайту. Ол жерде мысалы біздің азаматтық құндылықтарды дамыту. Көбірек осы этностар арасындағы мысалы қарым-қатынастарды дамыта келе, олардың ішінде осы мынау біздің этностық құндылықтар бірінші орында болмау керек. Меніңше, ол міндетті түрде біздің қоғамымызға бірегей азаматтық құндылықтарды дамыту маңызды. Осы жол арқылы біз міндетті түрде осы елдің ішкі бірлігін қамтамасыз ете аламыз. Біздің елдің азаматтарының ішінде патриотизм, осындай өте бір қоғамға керек құндылықтарды дамыта аламыз деп мен білемін. Енді әрине, бұл бағыттар көптеген енді мақсаттар қызмет етеді, сол осы екі бағытқа. Мысалы, бірінші менің өзімнің енді ойым, міндетті түрде біз қоғамымызда азаматтардың тең құқықтығын қамтамасыз ету керекпіз. Ешқандай дискриминацияға жол бермеу қажет. Біз барлығымыз Қазақстанның азаматтары бола отыра, біздің құқықтарымыз да, қоғамның алдындағы борышымыз да бірдей. Сондықтан арамызда бөлінбей, осы азамат ретінде елдің дамуына өздеріміздің қандай да бір үлесімізді қосатын болсақ, мен ойлаймын, сол кезде біз қандай да бір қиыншылықтарға жол берілмейді. Меніңше, мысалы біздің еліміз осы 33 жылдың ішінде көптеген әртүрлі халықаралық құжаттарға қол қойды. Оның ішінде 100 шақты осы халықаралық келісім мен конвенциялар. Біздің конституциямызда да осы мәселелер барлық қамтылған, әсіресе осы нәсілдік, қандай да рулық, қандай да бір тілдік, діни, қандай да бір кемсітушіліктерге жол берілмеген. Бұл біздің барлық заңдық құқықтық жүйемізде нақты белгіленген. Екінші мәселе бұл этносаралық коммуникацияны дамыту. Ол енді біздің этностардың арасындағы қарым-қатынастарды дамыта отыра, біз олардың арасындағы
қарым-қатынастарды жақсартамыз. Әртүрлі шаралар өткізсек, мысалы спорттық, мәдени, зияткерлік, қай салада болсын, осы қарым-қатынастарды дамыта отыра біздің этностар арасындағы қандай да бір келіспеушіліктерге, қандай да бір стереотиптардың дамуына біз жолына кесеміз. Мен ойлаймын, осы тұрғыдан біздің осы қай сала болсын, мемлекеттік қызметшілер болсын, енді мемлекеттік органдардың қызметі болсын, қоғам болып, әлеуметтік мысалы әртүрлі топтар, барлығымызда біз осы мақсатқа қызмет ету керекпіз. Тағы бір нәрсе, ол енді біздің жаңағын айтқандай ортақ азаматтық құндылықтарды дамыту. Осыған не жатады? Ортақ азаматтық құндылықтар, соны кішкене таратып айтып берсеңіз. Ол енді біздің қоғамымызды дамытатын құндылықтар, әсіресе осы ұлттық құрылтай кезінде, осы биыл наурыз айында президентіміз 12 шақты осындай басты құндылықтарды бекіткен болатын. Енді біздің мақсат осы тұрғыдан енді бізге тән адами құндылықтар, ол енді мысалы білімге талпыныс, еңбекқорлық болсын, қоғамдағы орын алатын келеңсіз жағдайларға төтеп бере алатын басқа да бір құндылықтарды біз дамыта отыра, меніңше біз мынау елді біріктіреміз. Қаншама азаматтар, мысалы біздің 20 миллиондан астам азаматтарымыз сол құндылықтарды өзінің бойына сіңірсе, ол бізді бір ішкі бірлігімізді қамтамасыз етіп, біздің елімізді жаңа бір даму деңгейіне көтере алады. Ал енді біз әртүрлі бір құндылықтарымыз бірікпей жатса, арасы, мысалы жастардың арасында бір қарым-қатынастар дамымаса, меніңше аралары ашыла береді. Біздің енді өзіміздің қазағымызда да айтады ғой, туыстықтар енді араласпаса, арасы суый береді, ашыла береді. Сондықтан біздің осы этностардың да тура солай біз қағидатты ұстануымыз қажет. Осы жерден этностар бір-бірінің, осы жастарымыз әсіресе күнделікті тұрмыста, қызметте араласып, бір-бірін танысып жүрсе, дос болып, елдің дамуына үлес қосамыз деп білім алып жатса, сол кәсіпті қабылдап, кәсіпке мысалы көңіл бөлісу, кәсіп әртүрлі қандай да саланы дамытуға үлес қосып жатса, меніңше ол біздің қоғамымызды жаңа даму деңгейіне көтере алады. Енді тағы мәселелер, оның ішінде мысалы қазір соңғы кезде орын алып жатқан жағдайлар болады, ол мынау әртүрлі этносаралық шиеленістер. Мысалы әсіресе біздің мынау еліміздегі қазір ақпарат уақытында интернет саласында, әлеуметтік желілер арқылы көптеген әртүрлі ақпарат тарауда. Оның ішінде көптеген осы жағымсыз ақпарат, әртүрлі этностар туралы фейк ақпараттар таралады. Осы мынау анонимный каналдар ашылып, ол жерде мысалы біздің осы бірлікке нұқсан келтіріп көптеген әртүрлі ақпарат таралуда. Сондықтан осы біздің мынау сырттағы болып жатқан жағдайлар барлығы осы мемлекеттердің арасындағы бір түсінбеушіліктер, кикілжіңдер, оның ішінде ашық қарама-қарсылық, енді сондай бір жағдайлар барлығы да сол салқыны бізге де тиіп жатыр. Сондықтан біздің еліміздегі осы тұрақтылықты қамтамасыз ету жолындағы осы қандай да бір тілді, қандай да бір экономикалық, шаруашылық, қандай да бір осы тұрмыстық жағдайлар болып жатады. Ол енді біз адам болғасын, ондайлар болып жатады. Бірақ оны осы этносаралық салаға жеткізбеу, саясиландырмау, бұл біздің мақсатымыз. Сол кезде біз мысалы көптеген осы этносаралық қатынастарға кері әсер ететін факторларды алдын алу керек, қажетпіз. Бұл енді біздің қазіргі мемлекеттік органдарының өте маңызды бір жұмыстарымыздың мақсаты. Осы тұрғыдан әрине тәсілдер де соған байланысты. Біз көбінесе енді қазір ақпараттық түсіндіру жұмыстары арқылы біз бірінші осы құндылықтарды таратып жатырмыз қоғамымызда, этносаралық қатынастар саласындағы осы басымдықтарды түсіндіру арқылы осы құндылықтарды насихаттай отыра. Ол бір міндетті түрде. Одан кейін мынау біздің мәдени ұйымдардың жұмыстарын да біз белсендетіп жатырмыз. Әсіресе ол енді тек қана бір тіл, осы этностардың тілін, мәдениетін дамыту ғана емес, жалпы осы біз айтқан мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға
олардың да әлеуетін пайдалану. Әсіресе қандай жолдар бар? Олар мысалы біз қазір барлық этноұйымдар біздің ассамблеяның мүшелері. Сондықтан ол мүшелікке аккредитацияны өткенде әр этноұйым осы мынау ассамблеяның бағыттарын, мақсаттарын орындауға өзіне жауапкершілік алған болады. Сондықтан осы тұрғыдан біз этно-мәдени ұйымдармен бірлесе осы мынау мемлекеттік саясатқа атсалысуға қазір шақырып жатырмыз және жалпы қатыстырып жатырмыз. Ол дегеніміз не? Мысалы біз бірлесе отырып әртүрлі салаларға қатысты жоспарлар жасаймыз. Мысалы қазіргі таңда қандай жоспар іске асырып жатырсыздар? Бізде енді осы әртүрлі жоспарлар бар. Жыл сайын әр этно-мәдени орталық өзінің жоспарын құрады. Мысалы тілін, мәдениетін дамытуға. Біз енді осы ол жоспарлар болады, міндетті түрде орындалады, бірақ енді біздің мемлекеттік органдармен, әсіресе қоғамдық келісім ұйымдар бар өңірлерде, бірлесе арнайы осы мынау жоспар құрып жатырмыз. Соның ішінде осы мен жаңағыны айтқан басымдықтарға қатысты әр ұйым өзінің шараларын ұйымдастыру қажет. Жоспарлап, оны ұйымдастыру қажет. Сол кезде біз мемлекет ретінде оған қолдау жасаймыз. Ұйымдастырушылық, қаржылық, ақпараттық әртүрлі осы мүмкіншіліктерді пайдалана отыра осы жұмыстарын қолға алып жатырмыз. Әсіресе біздің мақсатымыз қазір этно-мәдени ұйымдардың жұмысына жастарды көбірек тарту. Қазір осы этно-мәдени ұйымдардың басшылығына міндетті түрде республикалық деңгейіне бір орынбасарын жастарын сайлауды ұсындық, және бұл этно-ұйымдар қазір соны қолдап осы жұмысты жүргізіп жатыр. Міндетті түрде осы басқару кеңестері болады. Сол басқару кеңестерінің 15% міндетті түрде жастар болу керек. Оған да біз қол жеткіздік. Әрі қарай енді сол жастар ұйымдары қанаттары ашылуда, солардың жұмыстарын да біз қолға алып, бірге осы ассамблея жастар ұйымы бар, солармен бірге осы жоспарына нақты осы патриотизмді дамытуға арналған, мемлекеттік тілді дамытуға арналған. Мысалы осы қазіргі барлық осы елдің енді қоғамымызға бір әсер ететін осындай әртүрлі бір саяси басқа да бір процестерге жастарды шақыру. Не десеңіз, ол мысалы азаматтар мемлекеттік бір істерге араласса, меніңше қанша араласады, соншама олар міндетті түрде осы мемлекеттік құндылықтарды өзіне бойына сіңіреді. Біз мысалы қазір айтып жатырмыз, ұйымдардың да жұмыстарына енгіздік, осы мынау мемлекеттік бағдарламалар, әртүрлі жобаларды насихаттау. Мысалы қазір мемлекеттік қызметке біз шақырып жатырмыз. Әсіресе осы саладағы қандай мүмкіншіліктер бар екенін түсіндіріп жатырмыз. Әртүрлі осы мынау осы екі кадр резерві болды, мысалы президенттік кадр резервінде бірінші республикалық деңгей болды, осы биылғы жылы аймақтық деңгейден өтті. Осыған қатысты ма? Біз оны енді мүмкіндігінше жастарды шақырдық. Барлық осы қатысты, осы резервке қатысты талаптарды барлығын осы этноұйымдарға жеткіздік. Бүгін мен осы жақында бір апта болды, Түркістан өңірінде болдық. Сол кезде біздің Ақсалдар кеңесі республикалық отырысы өтті. Сол кезде бір кездесуде мен өзім осындай мәселені көтердім. Біздің әртүрлі бағдарламалар бар. Қазір солтүстікке көшу бағдарламасы бар. Одан кейін қазір әскери қызметке баратын азаматтар, мысалы, өздерін сол жерде жақсы жағынан көрсете білсе, мысалы, әскерден келгесін оларға жоғары оқу орындарға арнайы гранттар бөлінеді. Мысалы, арнайы өзінің жаңа бір мамандықты алуға. Ол барлығы да осы жастарға ауылдағы, әсіресе оңтүстігі осы көп этностар шоғырланған өлкелерді, мысалы, бұл үлкен мүмкіншілік. Мысалы, сол мамандық алу үшін, мысалы, солтүстікке көшкенде ол жерде арнайы міндетті түрде, мысалы, бізде серпін бағдарламасы бар, ол жерде мамандық алуға көптеген мүмкіншіліктер бар. Мысалы, мен енді білетінім, мысалы, сол серпінге түсу үшін біздің жастар
әсіресе сол оңтүстіктегі жастар 50% балл жинап, 50 балл жинап, мысалы жоғары оқу орындарына қандай да бір мамандық таңдап, сол солтүстікке оқуға бара алады. Ал енді мысалы басқа азаматтарымыз, мысалы сол солтүстік өзінде тұратын жастарымыз, оларға сол мынау мысалы оқу орнына түсу үшін 100 балдан кем алмау керек. Көрдіңіз бе? Екі есе қандай мүмкіншілік жасалынып жатыр. Мысалы бірнеше жыл болды осындай бөлінген квотаға біз толтыра алмадық. Сондықтан біз осы былтырдан бастап бұл жұмысты қолға алып, биыл мысалы біз сол квотаны толығымен қамтыдық. Енді осындай жұмыстарды біз ары қарай жүзеге асырамыз деп мен білемін. Интеграция жолындағы жақсы жобалар ғой. Әрине, олар енді көптеген осы мынау жастарымыз бірінші рет сол солтүстікке барады. Басқа этнос өкілдерімен араласады, бірге оқиды, бірге жұмысқа кіреді. Мүмкін сол жерде өзінің шаңырақ көтереді, иә. Ол енді сол жерде сосын жұмыс істеп, сол жерде қалуы мүмкін, иә. Бұл жерде мысалы мынау сол ауылдарды дамытуға үлкен үлес. Ол жерде мысалы кәсіпті ашып, ол жерде мысалы өзінің жағдайын шешуге көптеген мүмкіншіліктер бар екенін. Сосын демография мәселесі ол жерде. Өйткені біздің солтүстік өңірлердің демографиялық жағдайлары төмендеу. Ол жердегі оңтүстікте мысалы ол жерде көп халық шоғырланған өңірлерде мысалы ол жерде жұмыссыздық та бар. Иә, жастарға мысалы қандай да бір проблемалар кейбірде болып жатады. Мысалы тісі көпшілік жастар төбелесіп қалады. Бұл барлығы ол сол жастар жұмыссыз жүрген жастар. Бұл уақыты бос, немен айналысатынын білмей, осындай әртүрлі бір жағдайға түсіп қалатындар. Ал енді мынау білімді азаматтар, кәсібі бар, осының басқа да бір жағдайларға уақыты жоқ, тек қана осы білімін жетілдіру, кәсібін нығайтуға айналысып жатқан азаматтар, олар ешқандай да бір сондай келеңсіз жағдайға түспейді. Және ол мысалы мынау мәдениеті де дамиды, құқықтық мәдениеті де дамытады. Жалпы ол мынау біздің елдің енді бір азаматтық қоғамының енді бір сондай беделді бір мүшесі бола алады. Өте жақсы екен мына мысалдар. Сосын жаңа сіз өте жақсы нәрсені айттыңыз, бізге этносаралық коммуникацияны дамыту керек дедіңіз. Иә, осы бағытта қандай жұмыстар істеліп жатыр? Коммуникация дегеніміз енді бұл тіл, иә, тіл құзыреттілігі және қазіргі ақпараттық ортада әсіресе ақпарат деген өте көп. Енді оның бәрін сараптай келе, ол жерде жағымсыз да ақпараттар көп. Олар бұрмалап тастайды бір ақпараттарды, немесе біреуді кемсітуге да шақыратын сондай да бір жағдайлар болды. Міне осыған қандай шаралар қолданып, қандай өте жақсы сұрақтар. Жалпы біздің енді мына осы 22-ші жылы біз Қазақстан Халқы Ассамблеясының қызметін дамыту концепциясын, тұжырымдамасын бекіткен болатынбыз. Сол жерде мысалы мынау мемлекеттік тілді этносаралық қатынастар тіліне деңгейіне жеткізу мақсаты қойылған болатын. Осыған қатысты көптеген біздің жобаларымыз оған бағытталған. Менің білетінім, және осы мынау кездесулерде көптеген кездесулерде мен айтып жүрмін. Тіл бұл жалпы шекара. Сол адам арасындағы қарым-қатынастарға кедергі. Мысалы, иә, қандай да тілді білмеу, иә. Ал енді мемлекеттік тіл ол біріктіруші тіл болу керек. Ол осы мемлекеттік тілді білгесін біз арамыздағы қарым-қатынастарды нығайтай аламыз. Ол енді біздің осы тиімді интеграциялық құралымыздың ең тиімді бір құралы деп мен айта аламын. Мемлекеттік тілді қазір біз біраз осы саладағы мәселені біз қозғап, қазір өз жолына келтіріп жатырмыз. Әсіресе әртүрлі осы ассамблея жастары арасында мысалы төңірегінде көптеген жобалар бар, иә, үйде сөйле, басқа да осындай жобалар бар. Біздің енді осы қоғамдық деңгейде барлық достық үйлерінде арнайы курстар ашылды. Ол жерде ешқандай да бір төлемсіз біздің этнос өкілдері күнделікті деңгейде келіп, бұл жерде сабақ алып, мысалы қазақ тіліне үйреніп жатырмын. Одан бөлек біз мысалы этно ұйымдардың өкілдеріне де арнайы сондай бір мүмкіншілік жасап, сол көптеген шоғырланған, мысалы этнос өкілдері шоғырланған өңірлерде ауылдарда арнайы курстар ашылуда. Жоғары білім министрлігімен
бірлесе отырып жатқан бірнеше жобаларымыз бар. Мысалы былтыр біз Алматыда бірнеше аудандарда осындай әртүрлі осы мынау үйлерді жалдап, сол жерде мысалы мынау дүнген өкілдері көп тұратын, мысалы мынау Заря Востока деген жер бар. Сол жерде бір сондай курстарды арнайы сол жақта ашылды. Тағы да сондай өңірлерді ашып жатырмыз. Қазір енді Қордай өңірінде де бұл мәселені қолға алып, біз осындай сол этнос өкілдері көп шоғырланған жерлерде арнайы осындай әртүрлі курстарды ашып жатырмыз. Әрине, енді бүгін біз көріп жатырмыз, қандай да бір әлеуметтік желілерге кірсек, ол жерде көптеген этнос өкілдері қазақша керемет әдемі қазақша ән айтып жатыр, әңгіме құрып жатыр. Жалпы сұраныс өсуде, мүмкіншіліктер де өсуде. Мүмкін қазір әртүрлі бір тәсілдер де қолға алынып жатыр. Меніңше жалпы қазір үлкен осыған бетбұрыс бар. Әсіресе этнос өкілдерінің жастарында. Мен ойлаймын, осы салада қандай да бір президентіміз айтты ғой кезінде сөзінде, бұл жағда мемлекеттік тілді дамыту жолында біз байыптап жұмыс жасау керекпіз. Көп жағдайда бұл мәселені ушықтырмай, мүмкіншілік осы тілді дамытуға мүмкіншілік жаса отыра, біз ол тілге сұранысты өсіру арқылы біз сол мақсатқа жетеміз. Ал енді біз күшпен енгіземіз деп, бір мәжбүрлеу, қандай да бір тілдік патруль дейміз ба, сондайларды кейбір азаматтар, белсенді азаматтар қолға алып осындай жағдайды жасап жатқандары бар, бірақ оның кері әсері көбірек бізге, қоғамымызға. Неге десеңіз, тілді үйрену үшін тілді жақсы көру керек, оған махаббат болу керек тілге. Бұл да жаңағы патриотизм сезімін, отансүйгіштік. Енді біз қорқытып, үркітіп, оны былай сотовый телефонға жазып, сен осындай жамансың, сен неге білмейсің деп қорқытып, осындай жаманда балағаттасақ, ол меніңше бұл адам ешқашанда біздің тілге махаббаты ұяламайды. Меніңше бұл кезде біз бұл мәселені ушықтыра береміз. Сондықтан осыны ескерген жөн. Ал енді екінші жағы, осы сіз айтқан мәселе, ақпараттық қауіпсіздік мәселесі. Енді қазіргі уақыт сондай. Ақпарат ағымы өте тез дамуда. Біз оны бір шектей алмаймыз. Қандай да бір әлеуметтік желілерді бұғаттау мүмкін емес. Ол біздің құқықтық мемлекет болғасын, мысалы демократия мемлекет болғасын, сөз бостандығы дегендей сондай біздің қағидаттарымыз бар, оны біз кетпеуіміз қажет. Но бірақ әрине біз профилактикалық жұмысты ұйымдастыру керекпіз. Бұл мәселемен біз айналысып жатырмыз. Әсіресе қазір мынау мектептерге арналған мысалы мынау тәрбие жұмыспен айналысатын мамандарға арнайы осындай кітапшалар дайындаған болатынбыз. Мысалы баланың тәрбиесі неден басталады? Бірінші жанұядан басталады. Міндетті түрде, мысалы бала далада бір жерде біреуді басқа этнос өкілдерін балағаттаса, немесе осы бір қандай да жағдайға түсіп жатса, бұл мәселе оның түбі жанұядан, үйден іздеу керек. Мүмкін ол мысалы ата-аналардың мысалы дастархан үстінде айтқан мәселелерді жастар міндетті түрде далада айтып жатады. Сондықтан осыны терең зерттеу керекпіз. Мектептегі мысалы психолог мамандарымыз бар, мұғалімдеріміз бар. Бұл жағдайды көрсек, мысалы мектептердегі балалардан мінезінен, мінез-құлқынан біз міндетті түрде ата-аналармен жұмыс жасау керекпіз. Ол бір. Екінші, ол мәселе міндетті өзіміздің осы мектептеріміз. Ол жердегі жағдай. Мысалы, біз балалармен жұмыс жасау арқылы біз оларға міндетті түрде өзіміздің осы мынау көп этносты мемлекеттің ерекшеліктерін түсіндіруіміз қажет. Ол жердегі біздің мынау этностардың тарихын білу керек, қалай келген, қандай жағдайда қазір өмір сүріп жатқан, осы елдің дамуына қандай үлес қосып жатқанын да біз олар білу керек. Әр этнос азамат, мысалы әр азаматтың өзінің құқықтары бар екенін түсіндіру керекпіз. Мысалы ол мынау парталарға отырғызғаннан бастау керекпіз. Мысалы бір жерде кемсітіп немесе бір жағдай болдырмау үшін міндетті түрде араластырып отыру керек. Спорттық команда жасағанда да оны да ескеру керекпіз. Мысалы ертең спорт арқылы біз достық пайда болады жастар, ол жерде мысалы біз міндетті түрде этностарды бір-біріне қарсы қоймау керекпіз. Қандай да бір мәдени, спорт, басқа да бір шараларда осыны ескерген жөн. Тағы бір нәрсе, осы айтатын өте маңызды мәселе, біз мысалы кейбір өңірлерді шыққанда, зерттегенде бір көргеніміз, мысалы енді жанұя ол бір, бірақ мектеп ол екінші жанұя ғой ата-аналардың, мысалы балалардың.
ол жердегі ұстаздардың да мінез құлқын біз зерттеу керекпіз. Мысалы кейбір өңірлерде болды жағдай ондай, мысалы ұстаздар бөлініп бір бірімен осы этносқа бөлініп араласпай бөлек отырып бөлек бір орта құрып сондай жағдайлар болды. Ол енді міндетті түрде ұстаз ол балаларға үлгі болу керек. Ал енді осындай үлгі көрсетсе міндетті түрде балалардың арасында жік шығады. Әрине жастар оны ертең бірнеше есе көбірек осы мәселені мінез құлықтардан көретін боламыз. Сондықтан осы біздің мемлекеттік органдар, білім басқармалары, бөлімдері болсын, осы әр мектептердің жағдайында қолға ұстау керек. Ол жердегі мысалы осы ұстаздармен жұмыс жасап, олардың соларды осы жердегі жағдайды біз ретке келтіру керекпіз. Ол меніңше өте маңызды. Ал енді ақпараттық біз сол жерде осы мынау әртүрлі методикалық құралдарды бергенде біз сол жерде жазғанбыз. Ақпараттық иммунитетті қалыптастыру. Ол дегеніміз мысалы интернетте көбінесе қандай жағдайлар біз көреміз. Кейбір беймәлім адамдар ол жерде отырып, осы тікелей эфирға шығып, сол жерде әртүрлі этностарды жамандап отырады. Сол осындай әртүрлі стримдарға қатыспауға шақырамыз. Ол жерде провокация, әдейі жасалатын провокациялар. Мысалы өзінің басқа этнос өкілдері бола отыра, әртүрлі бір аттарын алып, осы басқа бір этностардың арасындағы жік осындай шығаратындай, әңгіме құратындай болып жатады. Сондықтан біз жастарға айтатынымыз, осындай стримдарға қатыспау, ол жердегі мысалы провокациялық комментарийлер қалдырмау, жалпы барлық ақпаратқа, сол жердегі бар ақпаратқа сенбеу, оны тексеру, рас па, оны мысалы көбейтуге біз кейбірде репост жасай береміз, соған байқау керек. Тек қана тексерілген ақпаратты беруге жөн дегенде сондай көптеген енді жұмыс жасап жатырмыз. Енді тағы бір мәселе айтады, ол ақпараттық ашықтық. Бұл дегеніміз мынау біздің этноұйымдар болсын, біздің осы саладағы мемлекеттік органдар, біз осы салада біздің этносаралық қатынастар саласындағы ақпараттық ашықтықты қамтамасыз ету. Ол дегеніміз осы мынау біз мынау ақпарат құралдары бізде емес, біз ақпарат құралдарының өкілдерін іздеу керекпіз. Осындай біздің қаншама, мысалы 5,5 миллиондай біздің этнос өкілдері тұрып жатыр Қазақстанда дейміз ғой. Солардың күнделікті жағдайда қаншама жақсы шаралар бар, мысалы күнделікті өмірде мысалы бірге жұмыс жасайды, бірге оқуға барады, бірге бизнес жасайды, бірге спортта ойнайды, қаншама жағымды осындай жақсы мысалдар бар, араласы бір-біріне туыс болып жатқандары, қаншама мысалы кісілер біздің осы балаларды тәрбиелеп алады, әртүрлі этностардың сондай. Соны біз дұрыс көрсете білсек, тарата білсек, сол кезде біз мысалы барлық этностар өкілдері біз сол жағымды ақпаратты көбірек шығара берсек, интернетке сала берсек, видео мысалы жасап, оны шыға берсек, меніңше біз солай біз қарсы тұра аламыз. Интернетте жағымды ақпарат көп болса, біз сол жастар сол ақпараттық қамтылады. Ол қызықты болса, ол ақпарат қарқынды болса. Біз соны қазір үйретіп жатырмыз. Мысалы қазір достық үйлерінде біздің ұсынысымыз бойынша әр этнос біздің мәдени достық үйлерінде біз мысалы телестудия ашуға өте керемет ұсыныс жасадық. Былтырдан бері осыны мәселені қозғап жатырмыз. Ол жерде мысалы әр этнос өкілдері мысалы өзінің үлесін қосса, осындай подкаст жасауға, роликтер түсіруге осындай мүмкіншілік болса, меніңше ол жерде мысалы күнделікті жағдайда осыны түсіріп, көрсетіп, таратып жатсақ, меніңше ол жағдайды біз қолға аламыз. Өте келісем, мысалы осы жақпен енді бірігіп жұмыс істеп жатырмыз ғой, бірақ шынымен де біз былай 100-ден астам этникалық топтар Қазақстанда мекен еткен деп ауыз толтырып айтамыз, ал бірақ нақтылап келгенде олардың қандай мәдениеті бар, олардың қандай дәстүрлері бар. Мысалы, қазақ пен өзбектің арасын өзін зерттеген кезде көп нәрсеге таңғаласың. Өйткені бірдей, мысалы, жаңағы үйлендіру дәстүрі болсын, қыз ұзату дәстүрі болсын. Енді формалары кішкене өзгешелеу, бірақ негізгі түп мағынасы бәрінің бірдей, рационалды. Сондықтан осындай нәрселерді көбірек көрсетсе, меніңше бір-бірін түсінуге жақсы мүмкіндік болады. Дұрыс, былтыр біз бір ел, бір мүдде деген сондай бір атаумен 9 этнос туралы
документальный фильм түсірдік. Керемет. Ол мынау ютубта қазір мынау көптегеніміздің аккаунттарда барлығы бар. Биыл оны отандастар деп атауын өзгертіп жалғастырып жатырмыз. Қазақстан телеканалында. Ол жерде мысалы осы ең көп тұрып жатқан біздің этностар туралы олардың тарихы бар көрсетілген. Оның мынау дәстүрлерінің ерекшеліктері, біздің мынау сабақтастық, біздің мәдениетімізде қандай сабақтастығы бар екенін. Сосын бүгінгі жағдайда қандай үлес қосып жатқанын, мысалы біздің бар саланың дамуына қандай үлкен осы беделді азаматтары бар екенін, қандай экономика қай саласын болсын дамытып жатқан азаматтар туралы сол жерде ақпарат бар. Біз әдейі осы мынау әртүрлі кездесулерде, шараларда оны насихаттап жүрміз. Оны мысалы біздің мұғалімдер балаларға көрсете алады. Сабақ үстінде көрсетуге болады. Мысалы олар 30 минут, кейбіреулер 25 минут, осындай. Ол көп емес. Бір сағат, мысалы бір сыныпта, мысалы бір сағаттың ішінде бірнеше фильм көрсетуге болады. Осындай мүмкіншіліктер бар. Бұл жұмысты жалғастырамыз. Меніңше ол туралы қазір әр адам өзі мынау телефон арқылы да түсіре алады. Оны біз осындай мүмкіншіліктерді дұрыс пайдалану керекпіз. Өте жақсы. Шынымен де жаңа заманның заманауи сондай тәсілдерін қолдану керек. Әрине біз енді мақтанамыз, мақтан тұтамыз. Көне заманнан бері біз осындай татулықта тұрып келе жатырмыз. Бірақ ең бастысы маңыздылығы мемлекет тарапынан, мемлекет саясаты осыны қолдап, осыны бірізге қойып, жалпы азаматтардың құқықтарын қорғап, және де теңдік, өзіңіз бастаған әңгіме, құқықтық теңдік болу керек. Тепе-теңдік, сонда азаматтар шынымен өздерін толыққанды азамат ретінде есептеп, толыққанды өзінің мәдениетін дамытуға және Қазақстанның өзінің отаны ретінде қабылдауға сондай өте жақсы негіздеме бар деп ойлаймыз. Көп рахмет әңгімеңізге. Енді бірақ сұрағым бар, соңында қоятын. Алдағы жоспарларыңыз қандай? Осы бағыттарды ары қарай дамыту, жаңа жобаларды ойластыру қажет. Біз мынау уақыт дамып келе жатыр, тәсілдер дамып келе жатыр, сол ағымға біз сәйкес болу керекпіз. Сондықтан біздің этно-мәдени ұйымдармен бірлесе отырып, біз әртүрлі осы жобаларды, осы бағыттарға арналған жобаларды жүзеге асыруға, шығаруға тырысатын боламыз. Келесі жыл осы біздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығы. Биыл біздің осы министрліктің тікелей қатысуымен, біздің комитетпен біз осы 30 жылдықты қалай өткіземіз, соны ойластырып, арнайы жоспар құрдық. Бұл жоспарды барлық мемлекеттік органдармен, біздің этноұйымдармен, саяси партиялармен ақылдасып, дайындап, келісіп, үкіметке енгізген болатынбыз. Осы жақында мен ойлаймын, келесі аптада бұл үкімет қаулысымен бекітілетін болады. Бұл жоспар. Және келесі жылы бұл жоспарға сәйкес көптеген шаралар өтеді. Ол жерде мынау тек қана мемлекет тарапынан емес, әртүрлі мемлекеттік емес ұйымдар, ол жерде журналистерді, барлық сала азаматтары атсалысады. Соған мен шақырамын. Сол бірге өткізуге келесі жылы өтетін бір мағыналы жұмыс жасауға мен шақырамын баршаларыңызды. Көп рахмет, Ғалым Нұрмұхамбетұлы, ісіңіз сәтті болсын. Үлкен жүк арқалап келе жатырсыз, өйткені бұл өте сондай жан-жақты және көп қырлы бір сала. Өйткені ол тек қана этнос емес, ол жаңағы білім, ақпарат, мәдениет бәрімен байланысты. Сондықтан осы еңбегіңіз жемісті болсын, және біздің еліміздің тұрақтылығы әрдайым мығым болсын. Нақты болсын. Ал құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі шығарылымымыз аяқталады. Біздің қонағымыз, тағы бір айтып өтейін, Мәдениет және ақпарат министрлігінің этносаралық қатынастарды дамыту комитетінің төрағасы Ғалым Нұрмұхамбетұлы, саяси ғылымдарының кандидаты, келіп өзінің әңгімесін бізге айтып өтті. Көп рахмет, сау болыңыздар. Аман сау болайық.